Әлемден Раббыз Аллах Тағаланың разылығын алса, құрметті бауырлар, біздің бәр нәрсені табамыз. Әлейсаллаху бикафин абда деп Құранда Алла Тағала бірнеше рет айтады. Ей, пендеге Алла жеткілікті емес пе дейді. Біз кімнің артынан соңынан қуып жүрміз таңертең кешке дейін? Кімді мақсат етіп алғанбыз? Кімнің разылығын іздеп жүрміз? Алла секілді кім бар? Қалғымайтын, ұйықтамайтын, бүткіл бәрін көретін, еститін. Алла секілді кім бар? Ешкім жоқ. Біздер күнде ла илаха иллаллах деп айтамыз. Бірақ сол сөздің мағынасын әлі дұрыс түсінбей жатырмыз. Азанда Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп неше рет айтады азан? Аллах ұлы, Аллах ұлы, Аллах ұлы, Аллах ұлы. Біз бұл дүниеде Алламен танысу үшін келдік. Біз бұл дүниеде Алланы тану үшін келдік. Біз бұл дүниеден Аллағын танып, толық бағынбай кетуімізге болмайды бұл дүниеден. Алла Тағала Құранда айтады: "Уәлә тамутунна" дейді, өліп қалмаңдар дейді. "Илля ва антум муслимун". Аллаға бағынған күйде, Алланы таныған күйде өліңдер.